Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өте дәмді, ауызда еритін құйылмалы пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Және де менің осындай керемет рецепттерімді жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сода, суық сары май, жұмыртқа және қант қажет болады. Илегіштен өткізілген ұнымызға сода қосып араластырамыз. Ұнға суық сары майымызды қосып, қолмен езіп, крошка жасаймыз. Толықтай езіп, крошка жасап алдық. Енді қантқа жұмыртқаны салып, араластырып, май мен ұн массасына құйып, қамыр илейміз. Иленген қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу, ал екінші бөлігін кішірек етіп бөлеміз. Кіші бөлігін қоя тұрамыз, ал үлкен бөлігін жайып шығамыз. Жайылған қамырды өзіме қажетті формаға келтіріп, 4 бұрыш етіп дайындап алдым. Енді кіші қамырдан шет жағын жасаймын. Қамырды шетке қоя тұрамын, енді құймасын дайындайтын боламын. Пирогтың құймасын дайындау үшін бізге сметана, қант, сливки, жұмыртқа және крахмал қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған құймамызды қамырдың үстіне құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді құймамыздың үстіне кесілген алмаларды әдемілеп тізіп шығамыз. Сіздер өз қалауларыңызша алмұрт, шабдалы, өрік салсаңыздар да болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Құйылмалы пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса лайк басып, алдыда керемет рецепттерді жіберіп алмасы үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.